Кешіріңіз. Шашыраған жоқ па сіздерге деп отқан ма? Әкеңіз әпше өзім түрде салайын. Жүрте берейін өзім. Демек сөйлей берсеңіз, істемейді құлақ. Құлақ естімей ма? Сөйлей алмай ма? Жоқ. Хош мәсі. Аты кім? Алия. Алия, сен баласың ба? Хош, танисың ба мені? Атың кім мені? Әнінен. Мәсі, красавчик. Сен білесің ба не сөйлеуді? Иә, білем. Кешіріңіз, енді мен нечайны төгіп алдым деші. Сіңдіңіз ба? Кешіріңіз. Мен аты Нұрдәулетте. Нұрдәулет, қарапайым қазақ. Оған көмектесесің ба? Иә. Емделуге бола ма? Жоқ. Емделуге кішкі болғаннан ба? Қанша ағайындысыздар? Бесеуі ғой үйде. Хош, бесеусіздер ма? Папаң жұмыс істей ма? Жоқ, істемейді. Апарат шыққан сосын болмайды. Сөйлей ма папа? Жоқ. Сөйлей алмайды. Иә. Арманы қандай? Мамам сөйлесе ма арманым ше. Сенің арманы анаңды есту. Анаңның арманы қандай арманы? Жауапкершілік өте үлкен. Әке шешеңмен бізге көпір болып тұрсың. Біз сіздерді жақсы көреміз де қалып, маған көрсет, мамаға көрсетпе. Біз сізді Қадіріміз қандай? Бұл қандай? көреміз. Ұзақ болып кетті ғой. Әпше общем. Сізді жақсы көремін. Мына деген қандай мына? Мына деген ғой, тоқшы бірге. Папа қашан келеді? Кел жатыр. Әрбір ата-ана бақытты болуға лайықты деп ойлаймын, сондықтан да сізге рахмет көп. Еңбек етіп сені асыраған үшін, сөйлей алмаса дұрыс тәрбие берген үшін өте көп алғысым. Сол үшін бұл Құдайдың берген сыйлығы. Нұрәлі батыр бала, қазіргі табыстаған арманы Нұрәлидің арқасында және сіздердің арқаларыңызда. Айт, 3 бөлмелі жаңа қаладан. Кет көрейік онда үйді. Ал, бисмилля, қараңыздар. Ремонтты қараңыздар. Қалай, сұра баба, мамаңыздарыз қалай деп? Жорға. Күшті ма? 1 бөлме, 2 бөлме және 3 бөлме. Нұрәлидің отбасына осындай керемет үй несібесіне беріп тұрген. Мен өзім шок болдым, күшті. Кухняны көрсетіңіздер. Новый ғой, жап-жаңа. Күшті ма? Саған. Ал достар, қобалжып тұр, не айтамын білмей жатырмын, шынымды айтайын ба? Түсіндіре алмай жатырмын, мен де түсінбей жатырмын. Бірақ жақсылық жасауда тіл, сөз керек емес, тек қана әрекет пен харекет. Айлай, бағыттаңыз рахмет сіздердің арқаларыңызда.